Облысымыздың бизнесмендері Қазақстан Республикасы кәсіпкерлер құқығын қорғау бойынша жауапты уәкілі Болат Палымбетовпен және Атамекен палатасының өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында әкімшілік кедергілерді азайту мен бизнесті қолдау жөнінде өз ойларымен бөлісті. Олег Савеленконың айтуынша, кәсіпкерлікті қолдау жұмыстарына қазіргі таңда ден қойылған. Осылайша 2016 жылдың жарты жылында 2000-ға жуық шағымдар келіп түскенін айтады. Наибольшее количество обращений поступает. Шағымдардың көбі жер қатынастары, сәулет, құрылыс төңірегінде келіп түседі. Бұл барлық өңірлерде де 20%-дан жоғары көрсеткішті құрайды. 15% салық сұрақтары, 10% мемлекеттік сатып алу сұрақтары бойынша келіп түседі. Қоғамдық мониторинг және әкімшілік кедергілерімен жұмыс департаментінің директоры іскерлік климат рейтингі аясында кәсіпкерлердің көзімен жемқорлықтың деңгейіне баға берілгенін атап көрсетті. В целом, по восприятию предпринимателями большому количеству жалоб. Кәсіпкерлердің ойынша жемқорлыққа төтеп бере алмай жүрген салық органдары болып отыр. Сіздердің өңірлеріңіз бойынша кәсіпкерлердің сыбайлас жемқорлық туралы хабарлауы аздау. Ал Қазақстан Республикасы кәсіпкерлердің құқығын қорғау бойынша жауапты уәкілі биылғы ақпан айынан бері елбасының өзі тағайындаған болатын. Бұл да кәсіпкерлік пен мемлекет байланысын арттырады деген ойда. Визит это доведение. Біз солтүстік Қазақстан облысында кәсіпкерлердің проблемаларын білу үшін жүрміз. Осы төңіректе талдау жүргіздік. Сонда 90% шағымдарды жергілікті орындарда шешуге болады. Кездесу барысында өңір кәсіпкерлері меймандарға өздерін толғандырып жүрген сұрақтарын қойды. Болат Палымбетов осыған дейін 12 өңірді аралағанын айтады. Онда әкімдіктерде, прокуратураларда бірнеше кездесулер өткізген. Осы аралықта бизнес омбудсменнің атына 100-ге жуық шағымдар мен сұрақтар келіп түскенін айтады.